Саламатсыздар ма? Бізде бүгін обучение основные средстволар бойынша перемещение, списание, передача ОС. Бізде жалпы перемещение ОС қандай жағдайда жасалынады? Перемещение ОС, міне перемещение ОС ол бізде материально ответственное лицо ауысқан жағдайда, немесе складтарын көп болып, бір складтан екінші складқа көшкен жағдайда перемещение ОС жасалынады. Перемещение ОС создать 010524 дейік мысалға. Мұнда структурный единица біздің өзіміздің садигіміз. Бұл жерде бізде склад көрсетілмей тұр, өйткені біздің мекемеде тек қана бір склад. Бізде тек қана ауысады, ол бізде мол получателмен алатын адамдар. Мол получатель мысалға Айхановаға ауысып жатыр. Мына жерден заполнить етуге болады, немесе добавить етіп, например, на компьютерді передавать ететін болсақ, осыны басамыз, сосын заполнить для списка ОС-ті таңдаймыз. Бұл жерде вот стоимостары шығады. 150 000 теңге. Вот провести еткеннен кейін, мына жерде печатьті басқан кезде накладная на перемещение отпустил, получил. Немесе екінші да 4 арқылы жасаған кезде вот кімнен кімге ауысқаны көрсетіледі. Міне вот сдал Самиғолла, принял Айханова деген сияқты құжаттар шығады. Осы майдан кейін бұл компьютер, міне данный момент компьютер Самиғолланың атында тұр ғой. Майдың бірінен кейін 01 жақсы 020524 деп сформировать еткен кезде бізде уже Самиғолладан кетіп қалады, ол бізде Айхановадан шығатын болады. Передача ОС. Бұда енді остаточный стоимость жоқ, сондай жағдайда. Ал егер остаточный стоимость болған жағдайда бізде перемещениеден ноутбук дейік, мысалға ноутбуктың біреуін мына жаққа беріп жатырық. Ноутбуктың біреуін дегенде бізде Самиғоллада ноутбук жоқ қой, стол 1 дейік мысалға. Өйткені бізде стол 1 дейік. И заполнить дегенге де вот жерге инвентарный номер бәрі шығатын болады. Инвентарный номер дұрыс шықпай тұр. Біз мана инвентарный номерін дұрыс қойған жоқпыз. Вот мына жерде вот 50 000 теңге и жаңағы нелері көрсетіп тұр. Бұл бізде амортизацияларын вот ауысатын кездегі автоматым шығарады. Міндетті түрде ескеріп кететін нәрсе, перемещение ОС, передача ОС, списание ОС жасамастан бұрын алдыңғы айларға закрытие месяцімен амортизация жасап алыну қажет. Мысалға майдың бірімен жасайын деп жатырық па, біз апрельге амортизация жасап алуымыз керек. Сол кезде мына жердегі дұрыс суммамен ауысады. Бізде мына апрельге амортизация жасалынбаған сияқты. Апрельге жасап жіберейік. 30.04.24 бюджет, галочка и провести закрыть. Вот ведомство амортизация суммалары ауысты. И перемещениедағы для списка ОС дегенде вот суммалары ауысады. Вот осылай жүргізіледі провести и печать. Да, 4-те вот екі нелердің бәрі шығатын болады. Қандай стоимость ауысатқаны. Компьютерде ешқандай стоимость жоқ, сосын пустой тұр бұл жерде. Өйткені амортизациясы біткен. Вот перемещение түсінікті болса, келесіне өшек, мынаны отменить қыла тұрайын. Енді бізде келесі, ол бізде передача ОС и списание ОС. Передача ОС, списание ОС-ті ол бізден шығарып жатырмыз. Передача ОС ол бізде басқа мекемеге передавать еткенде
алдыңғы сабақта біз безвозмездно получение болса, басқа садиктен алатын болсақ, біз керісінше басқа садикке, басқа мекемеге өз ойысымызды передавать етіп жатырмыз. Вот передача ойысты создавать етеміз. Тоже міндетті түрде амортизация жасап алу керек. 010524 тик. Реализация, передача структурным подразделением дейді. Бізде бұл реализация вот басқа мекеме. А передача структурным подразделением біздің қол астымыздағы басқа мекемеге. Бізде ондай мекеме емеспіз. Біздің қол астымызда тағы бір мекеме болатындай. Садик Атырау дейік. Мына жерге бюджет дейік. Мына жерге 12-10 дейміз, бірақ 12-де 10 емес, бұл бізде 74-де 10. Расходы по выбытию актив болады. Активтердің кетуінен болған шығындар. Жақсы, біз бұл жерде бірінші ноутбукты передавать етіп жатырмыз дейік. Осыны таңдап аламыз и заполнить басып, для списка ОЕС дейміз. Вот мына бізде автоматын барлық сумманы шығарып береді. Бірінші майдағы остаткысы 11833 теңге бірінші майдағы амортизациясы. Ноутбук бойынша ноутбук Армановадағы да қазір. 272.166 теңге. 272.000. Бұл жерде тағы май айының амортизациясында есептеп, бір айдықан қосып 266.000 қылтып шығарып тұр бұл жерде. Вот внеоборотный ноутбук міне барлығы көрсетілген 62, 74. Доход, расход, бұл бізде расход болады. Прочие расход дейік, прочие расходы. Программа МБ дейік. Вот осылай провести етеміз. Движение фонды жоқ дейді мына жағында. Движение фонда ол бізде код строки 5 болу керек. Движение фонда. Вот мына жерге біздер событие ОС, документ основания көрсетсеңіздер болады. Және де комиссия, приказ от 30.04.24 дейік мысалға, номер 15 приказы и добавить мына жерге біз нелерімізді сала аламыз. Директор, жаңағыдай бухгалтер, завхоз деген сияқты біз мына жерге қоя аламыз. Қазір Айханова, Амиғолла мысалға, член комиссия, председатель, Жолдыбаева деп осылай жасай аламыз. Провести. Бізде движение фонда толтырылмаған деп шығарып тұр. Движение фонда 1. Программа МБС. Доходы от финансирования емес, получалось. Прочие доходы дейік. Ал провести дейік. Реквизиты печати. Печатьта А1. Вот мына жерге вот барлық суммасы жазылады. Арманова Камшат. Первоначальная стоимость. И мына жерде вот остаточная стоимость, сумма амортизация. Басқа мекемеге тапсырарда осы данныйлармен передавать етіледі. Вот председатель комиссии, воспитатель, бухгалтер, заведующий. Осылай жасалынады. Осы ДА 3 деген құжатпен жүзеге асырылатын болады. Передача ОС осылай жасалынады.
Бізде тестовый база болғандықтан бір не ошибка беріп тұр. Тестовый база бұл, сіздерде ондай ошибка шықпау керек. Движение фонда 1 деген. Осылай, передача ойыз осылай жасалынады. Ал енді списание ойыз. Списание ойыз бұл көп жағдайда біздің мекемелерде амортизация уже біткен основной средстволарды мекеменің ішінен списать етеді. Например, бізде мына компьютерде 150 000 теңге бітті. Амортизация бітті, өзі де тозды, уже жасамайды, істемейді. Енді біз оны списать ету үшін жаңағы OSNMA-дағы списание ойызға кіреміз. Списание ойызға кіреміз, создавать етеміз, датасын қоямыз, например, майдың 2-сі. Мына жерге ну дейміз, источник финансирования бюджет дейміз. Добавить компьютер. Вот инвентарный номер шықты. Мына жерге заполнитті басамыз. Сол кезде өзінің суммаларын шығарады. Движение актива, код строки 5. Вот егерде әлі амортизация бітпеген ойыстар болатын болса, біз заполнить еткен кезде мына жерге остаточный стоимость шығатын болады. Вот мына жерге счет списания затратқа 74.10 кетеді, и счет учет активы бізде 74.10. Расходы по выбытию актив. Бізде активтердің кетуінен болған шығындарды осында көрсететін боламыз. Статья затрат прочее денізде. Сотый формаға келу үшін расходқа, балансқа вот провести етеміз. Вот бізде проведем болды. Енді бізде ведомство амортизация июньнің 1-нен бастап жасайтын болсақ, формировать еткен кезде бізде вот компьютер біздің списоктан кетіп қалады. Вот списание ойы жасалынды. Жаңағыдай мына жерге жаңағыдай член комиссия не қосып, печатьті басып, Да3-ті шығара аласыңдар. Акт на выбытие списание долгосрочных активов. Мына жерге кімнен кетіп жатыр? Жаңағыдай член комиссия қойсаңдар бәрі шығады. Мына жерге қол қойып, сіз отчетқа құжатыңызды тапсырып салып қоятын боласыздар жалпы. Жалпы ойыз бойынша списание, передача, перемещение ойыз осылай жүргізіледі. Жақсы, сау болыңыздар.